Қымбатты тыңдарманым, каналымыздың өсуіне аз ғана қалды. Әңгіме басталмас бұрын арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Мен бұл үйге келін болып түскен күн-ақ тыныштықтың ұзаққа бармайтынын сезгенмін. Бірақ дәл осылай боларын, күнде еш себепсіз аямай ұрарын ойламаппын. Қайын ағамның көзіне тура қарауға қорқамын. Себебі сол көздерде ашу да жоқ, ыза да жоқ. Тек бір суық әдет бар. Ұру соның бір бөлігі сияқты. Алғашқы рет қол көтергенде байқамай қалды деп ойладым. Екінші рет ашулы болды дедім. Үшінші рет үндемедім. Ал төртінші күннен бастап бұл оның күнделікті ісіне айналды. Таңертең шай ішіп отырып, кешке мені ұрған адамдай ештеңе болмағандай орнынан тұрады. Енем бәрін көріп жүр, бірақ көрмегендей болады. Еркек қой, ашуланады дейді. Ал менше, мен адам емес пе едім? Күйеуім бар, бірақ ол үйде жоқтай. Қайын ағасынан қорқады. Менен әлсіз. Кейде көзіме тік қарай алмайды. Сол сәттерде мен өзімді тірі жесір сезінемін. Бір күні қайын ағам есікті іштен жауып алды. Сол күн менің өмірімді екіге бөлді. Ұрылғанға дейінгі мен және кейінгі мен. Бірақ сол түні мен бірінші рет бір нәрсені түсіндім. Егер мен үндемей жүре берсем, бұл үйден табытпен шығамын. Сол сәттен бастап менің ішімде бір басқа адам ояна бастады. Сол түні көз ілмедім. Денем ауырғаннан емес, жаным тырналғандай болды. Төбедегі жарық әлсіз жанып тұр. Қабырғалар маған жақындап келе жатқандай. Әрін дыбыс үрейге айналды. Қайын ағамның аяқ дыбысы естілгендей болды ма, жүрегім тоқтап қала жаздайды. Таң атты. Бұл үйде таң ату құтқарылу емес, жаңа сынақтың басталуы. Енем шайын ішіп отыр. Қолым дірілдеп, кесені әрең ұстап тұрмын. Көзімдегі көгерген ізді көрмеу мүмкін емес. Бірақ ол әдейі қарамайды. Өзің білесің ғой, деді жай ғана. Еркектің мінезі болады. Сол сәтте менің ішімде бірдеңе үзіліп түсті. Бұл көз жасы емес еді. Бұл үміттің сынығы. Күйеуім жұмысына кетерде. Сабыр ет деді. Оның көмектесем деуге батылы жетпеді. Кешке қарай қайын ағам ерте келді. Үйде ешкім жоқ еді. Мен ас үйде жүрмін. Ол үнсіз кірді. Сол үнсіздік мен үшін ең қорқынышты сәт. Себебі ол сөйлегенде емес, үндемегенде ұрады. Сен кеше маған қарсы шықтың, деді жай ғана. Мен қарсы шықпадым. Мен тек жыладым. Бірақ ол үшін жылаудың өзі қарсыласу. Бұл жолы ол қолмен емес, сөзбен ұрды. Ар намысыма, адамдығыма, әйел екеніме. Әр сөзі бетіме тиген соққыдан ауыр. Айт ешкімге, кім саған сенеді, деді ол жымиып. Сол жымиыста мен бір нәрсені анық көрдім. Ол қорықпайды. Себебі бұл үй оның билігі, ал мен үнсіз құрбанмын. Бірақ дәл сол кеште бір күтпеген адам келді. Көрші әйел. Ол менің бетіме ұзақ қарап тұрды да. Қызым, сенің көзің тірі адамдікі емес, деді сыбырлап. Сол сөз мені селт еткізді. Мен тірі едім. Бірақ тірі қалу үшін енді басқаша өмір сүруім керек екенін ұқтым. Сол түні мен бірінші рет қашу емес, қарсы тұру туралы ойладым. Ал бұл ой қайын ағам үшін ең қауіпті нәрсе еді. Көрші әйелдің аты Сәлима апа екен. Бұрын оған мән бермеппін. Келін болып түскен күннен бастап өз үйімнің ішінде тірі қалу басты ойыма айналған. Ал көршілер тек қабырға ар жағындағы дауыстар ғана еді. Сол кеште ол кетпей, ас үйде менімен бірге отырды. Енем бөлмесіне кіріп кеткен. Үйде тыныштық. Бірақ бұл тыныштық алдындағы дауылдың белгісіндей. Бұлай жалғыз қалуға болмайды, деді Сәлима апа. Мен сенің түріңді көріп жүрмін. Кеше ғана емес, бірнеше аптадан бері. Мен үндемедім. Себебі бір ауыз сөз айтсам, көз жасым тоқтамай кететінін білдім. Ал жылау әлсіздік емес екенін түсінсем де, бұл үйде жылау жазаның бастамасы. Ол сені ұрады ғой, деді ол ашық. Сол сәтте уақыт тоқтап қалғандай болды. Біреу даусымен менің ішімде жиналып қалған шындықты айтып қойғандай. Мен басымды изедім. Бір ғана қимыл. Бірақ сол қимыл бүкіл өмірімді мойындау еді. Мен де сондай келін болдым, деді ол баяу. 30 жыл бұрын. Мен оған таңғалып қарадым. Ол кезде бұл туралы ешкім айтпайтын. Айтқан адамды ұятқа қалдыратын. Мен үндемедім, сабыр еттім. Күніне соңғы рет дедім. Ал бір күні, менің даусым мүлде шықпай қалды, деді ол. Оның көзіне жас толды. Бірақ ол жыламады. Ол әлде қашан жылап қойған адамдай еді. Сол түні қайын ағам кеш келді. Оның келгенін дәліздегі ауыр аяқ дыбысынан ақ білдім. Сәлима апа кетіп бара жатып сыбырлап айтты. Егер бірдеңе болса, терезені аш, мен көріп тұрамын.
Бұл сөз менің қолыма ұстатқан жалғыз арқандай болды. Қайын ағам ас үйге кірді. Көңіл күйі жақсы сияқты. Бұл ең қауіпті сәт. Себебі ол ашулы кезде емес, көңілді кезде қатты соғатын. Көршімен не сыбырласып отырдың, деді ол. Шай іштік, дедім. Ол күлді. Бірақ ол күлкіде жылылық жоқ. Сен мені ақымақ деп ойлайсың ба? Ол жақындады. Мен артқа жетсе шегіндім. Қабырғаға тірелдім. Сол сәтте ішімде бір қорқыныш емес, ашу оянды. Бұрын соңды болмаған сезім. Мен адаммын, дедім ақырын. Бұл сөзді өзім де күтпедім. Ол бір сәтке қатып қалды. Сосын, демек тіл біте бастапсың, деді. Сол түні ол ұрды. Бірақ бұл жолы мен жерге жатып қалмадым. Айқайламадым, жыламадым. Тек көзімен оған тура қарадым. Бұл көзқарас оны шошытты. Себебі құрбанның көзі бұлай қарамайды. Кетіп бара жатып ол, ертең бәрі басқаша болады, деді. Мен оның не айтқысы келгенін түсіндім. Бірақ ол да бір нәрсені білмеді. Ертең мен де басқаша боламын. Түн ортасында мен тұрып көйлегімді ауыстырдым. Құжаттарымды бір дорбаға салдым. Терезені ақырын аштым. Сәлима апаның үйінде жарық жанып тұр екен. Мен қашуға дайын емес едім. Бірақ тірі қалуға дайын едім. Ал бұл үй мені енді оңай жібере қоймайтынын сездім. Таңертең күйеуім үйде болды. Бұл сирек болатын. Әдетте ол ерте кетіп, кеш қайтатын. Ал сол күні мен оянғанда ол ас үйде отыр екен. Алдында шай, қолында телефон. Бетіне қарауға қорықтым. Бетім не болды, деді ол кенет. Мен оның даусынан алаңдаушылық емес, үрей сездім. Ол мен үшін емес, өзі үшін қорқыттырғандай. Ештеңе, дедім. Өтірік айтпа, деді ол даусын төмендетіп. Көрушілер көріп қойса не болады? Сол сөз жүрегіме пышақтай тиді. Саған не болды, демеді. Кім ұрды, демеді. Тек басқалар не ойлайды деп сұрады. Сен бәрін білесің ғой, дедім. Ол үнсіз қалды. Ұзақ үнсіздік. Бұл үнсіздік оның жауап еді. Ағам қатал, деді ақыры. Бірақ ол жаман емес, ашумен істейді. Мен күлгім келді. Бірақ күлкі емес, жылау шықты. Ол мені күнде ұрады, дедім. Күнде. Ол орнынан тұрды. Терезеге қарады. Қайтадан маған бұрылмады. Сабыр етші, деді тағы да. Үлкен үй ғой, шу шығарма. Сол сәтте мен оны күйеуім ретінде емес, осы үйдің бір бөлігі ретінде көрдім. Ол мені қорғамайтын адам емес еді. Ол қорғағысы келмейтін адам еді. Есіктен шығып бара жатып, ағама қарсы сөз айтпа, деді. Одан жаман болады. Осы сөз мені түбегейлі өзгертті. Күндіз Сәлима апа келді. Ол менің көзіме қарап-ақ бәрін түсінді. Ол сөйлесті ме, деді. Мен басымды изедім. Ал қорғай ма? Мен жауап бермедім. Жауаптың керегі де жоқ еді. Онда тыңда, қызым, деді ол. Бұл үйден шығудың жалғыз жолы дәлел. Қандай дәлел, дедім. Айғай емес, көз жас емес, дәлел, деді ол. Із, куә, сөз. Сол күннен бастап мен қорыққан келін емес, байқаушы болдым. Әр соққын емес, әр қимылды есте сақтадым. Қайын ағамның қай кезде ашуланатынын, қай кезде тыныш болатынын, күйеуімнің қашан үйде болмайтынын, ененің қашан ештеңе көрмейтінін. Кешке қайын ағам тағы келді. Бұл жолы ол байсал деді. Ертең ауылдан біреулер келеді, деді. Өзімді дұрыстап ұста. Бұл ескерту емес, қорқыту еді. Түнде мен қолындағы ескі телефонды іске қостым. Дыбысы шықпайды, бірақ камерасы бар. Оны шкафтың ішіне жасырып қойдым. Сол сәтте жүрегім атша тулап тұрды. Егер ол біліп қойса. Бірақ мен енді тек ұрылып жүре алмайтынымды түсіндім. Сол түні ол тағы келді. Бұл жолы есікті жаппады, әдейі. Көрейік, деді ол. Енді қалайсың? Мен үндемедім. Тек телефон тұрған жаққа тұрдым. Соққы болды. Айқай болмады. Бірақ камера бәрін көрді. Ол кеткен соң, мен еденде отырып экранға қарадым. Қолым дірілдеп тұрды. Бірақ көзімде қорқыныш емес, үміт пайда болды. Ал таңертең бір күтпеген жаңалық естідім. Қайын ағамның бұрында осындай істі жасаған туралы сыбыс бар екен. Бұл соғыстың бастамасы еді. Сыбыс деген жел сияқты.
Көзге көрінбейді, бірақ бір бағытқа қарай еседі. Сол таңнан бастап ауылдың ауасы өзгергендей болды. Ешкім ашық айтпайды, бірақ көзқарастар ұзаққа созылады. Біреу мені аяй ма, әлде кіналай ма, айыру қиын. Сәлима апа түске таман келді. Бұл жолы жалғыз емес. Қасында жасы үлкен, беті әжімге толы, көзінде ауыр тарихы бар әйел тұрды. Бұл Гүлзира, деді Сәлима апа. Ол сенің алдымда осы үйде болған. Жүрегін тоқтап қалғандай болды. Келін болып түскен бе, дедім әрең. Гүлзира басын изеді. 22 жаста едім, деді ол. Ұзақ болмады, 6 ай. Неге кеттіңіз? Деген сұрақ өзінен өзі шықты. Ол бір сәт үнсіз қалды. Терезеге қарады. Мен кетпес едім, деді. Егер бір түнде баламды құшағыма алып қашпағанда. Менің ішім мұздап кетті. Баламен бірге ме? Иә, деді ол. Себебі ол тек мені емес, баламды да қорқыта бастады. Сол сәтте қайынағамның ертең бәрі басқаша болады деген сөзі құлағымда қайта жаңғырды. Ол басқаша дегенде одан да жаманын меңзегенін енді түсіндім. Неге айтпадыңыз, дедім. Неге ешкімге шағымданбадыңыз? Гүлзира жымиғандай болды, бірақ ол күлкі емес еді. Айттым, деді, бірақ ешкім сенбеді. Үлкен үй, абырой, еркек қой, деді. Енемнің сөздері, күйеуімнің сөздері, бір үйреншікті сценарий. Ол тоқтамады, деді Гүлзира. Ол тек жаңа құрбан тапты. Бұл сөз мені селт еткізді. Жаңа құрбан мен. Сәлима апа маған қарады. Сондықтан дәлел керек дегенім сол, деді. Сол түні мен телефонды тағы да жасырдым. Бұл жолы жақсырақ. Үйрене бастадым. Қорқыныш әдетке айналғанда адам айлакер болады екен. Қайын ағам кешке ішіп келді. Ішкен адам одан да қауіпті. Ол өзін шектемейді. Сен өзгеріп кеткенсің, деді ол. Бұрын басыңды көтермейтін едің. Ауырмаңыз ба, дедім сабырлы. Ол бір сәтке тоқтады. Менен қорқпайсың ба, деді. Қорқамын, дедім. Бірақ енді үнсіз емес. Бұл сөз оны ашуландырды. Ол ұрды. Бірақ бұл жолы мен айқайламадым, әдейі. Себебі камера жазып тұрды. Оның даусы, оның сөзі, бәрі сақталды. Соққыдан кейін ол, ешкімге айтпа, деді. Әйтпесе күйеуіңді де, өзіңді де жер қыламын. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Ол тек күшті емес, қорқақ та еді. Себебі қорқақ адам ғана шындықтың ашылуынан осылай сескенеді. Түнде мен жазбаны қайта-қайта көрдім. Әр қараған сайын жүрегім ауырды. Бірақ сонымен бірге ішімде бір сенім күшейді. Бұл жолы мен жалғыз емес едім. Менде куә бар еді. Менде дәлел бар еді. Ал ертең ауылға келетін адамдар бәрін өзгертуі мүмкін. Бірақ мен бір нәрседен қорықтым. Егер ол жазбаны тауып алса, сол оймен ұйықтадым. Ал таңертең телефон орнында жоқ еді. Телефон жоқ. Мен шкафты қайта аштым. Киімдерді бірінен соң бірін алып тастадым. Қолым дірілдеп тұр. Кеше ғана үміт болған кішкентай темір, ізім ғайым жоғалған. Бұл үйде ештеңе өздігінен жоғалмадмайды. Бұл біреудің қолы. Ас үйге шықтым. Енем пештің қасында отыр екен. Бетіме бір қарады да, көзін тайдырды. Сол бір сәтте бәрін түсіндім. Телефонымды көрдіңіз бе, дедім. Қайдағы телефон, деді ол селқос. Келінге телефон неге керек? Оның даусы тыныш, бірақ ішінде бір қуаныш бардай. Тынышталды дегендей. Күйеуім үйде еді. Ол да бәрін білетіндей көрінді. Көзіме тура қарамады. Ағам сенің бірдеңе жасырып жүргеніңді айтты, деді. Үйде тыныштық керек. Ол мені ұрды, дедім тағы да. Сен көрдің, сен білдің. Менің қолымнан не келеді, деді ол. Ағам ғой. Сол сәтте мен оның сөзін емес, таңдаяуын көрдім. Ол ағасын таңдады. Ал мені осы үйдің ішінде қалдырды. Кешке ауылдан адамдар келді. Қонақ, күлкі, шәй. Үйдің іші мерекедей. Ал менің ішім қара түнек. Қайын ағам бәріне жайдары. Менің бетіме де бір рет қарап жымиып қойды.
көрдің бе дегендей. Сәлима апаның үйінде жарық жанып тұр. Мен соғам қарап отырдым. Бірақ бүгін қашу мүмкін емес еді. Қонақтар тараған соң ол мені бөлмеге шақырды. Даусы тыныш. Бұл ең қауіпті сәт. Сен ақылды болмадың, деді ол. Бірақ енді бәрі бітті. Жоқ, дедім, бітпеді. Ол таңғалды. Дәлелім жоқ. Куә бар, дедім. Кім, деді ол күліп. Көрші ме? Бұрынғы келін бе? Олар ешкімге керек емес. Сол кезде есік қағылды. Бұл жай қағу емес еді. Қатты. Нақты. Есікті ашқанда Сәлима апа тұр екен, қасында Гүлзира, ал артында ауылдық учаскелік. Біз арыз жаздық, деді Сәлима апа. Қайынағамның беті бір сәтке өзгерді, бірақ ол тез жиналды. Дәлел бар ма? Деді салқын. Сол кезде Гүлзира алға шықты. Бар, деді. Мен тірімін, мен аң-таң болдым. Телефонды мен алып қойдым, деді Сәлима апа маған сыбырлап. Ол сенім шкафыңнан іздейді деп ойладым. Телефон оның қолында еді. Дәлел жоғалмаған. Ол тек уақытша адасқан екен. Учаскелік телефонды алды. Бейне жазбаны көрді. Дауысты тыңдады. Үй ішіндегі күлкі өшті. Бұл мәселе тергеуді қажет етеді, деді ол. Қайынағам алғаш рет үндемей қалды. Ол енді кеш екенін түсінді. Ал мен тұңғыш рет өзімді әлсіз сезінбедім. Бұл әлі соң емес еді. Бірақ бұл басты бұрылыс болды. Учаскелік кеткен соң үйдің ішіне ауыр үнсіздік орнады. Бұрын бұл үйде айқай болатын, соққы болатын, бірақ мұндай тыныштық болмаған. Бұл бәрі айтылып қойғаннан кейінгі тыныштық еді. Енем бірінші болып тіл қатты. Ұят болды, деді ол жай ғана. Бұл сөз маған емес, өзін қорғау үшін айтылғанын түсіндім. Ұят кімге, дедім мен. Даусым өзіме де жат естілді. Маған ба, әлде соққыға? Енем маған алғаш рет тура қарады. Оның көзінде ашу емес, қорқыныш бар еді. Қоғамнан, сөзден, ел не дейдіден. Үйдің абыройын жерге таптадың, деді ол. Ертең елге не айтамыз? Сол сәтте мен түсіндім. Бұл үйде әйелдің ауырғаны емес, абыройдың сызаттануы маңызды. Қайынағам үндемей отырды. Ол бұрынғыдай айқайламайды, ұрмайды. Бірақ оның ішіндегі ашу жиналып жатқанын сездім. Ол көзін менен алмайды. Сен бізді саттың, деді ол ақырын. Өз үйінді. Бұл менің үйім емес, дедім. Бұл мені шыққан жер. Күйеуім бұрышта тұрды. Оның иығы түсіп кеткен. Ол енді ешкімге керек емес адамдай көрінді. Сен бәрін құртып бітірдің, деді ол маған. Енді қалай өмір сүреміз? Мен қалай өмір сүремін деп бір рет ойладым ба, дедім. Ол жауап бере алмады. Енем орындықтан тұрды. Ертең туыстар келеді, деді. Бұл әңгімені жабамыз, түсіндің бе? Сол кезде мен күлдім, шын күлдім. Жоқ, дедім, жабылмайды. Бұл сөз жарылыс болды. Қайынағам орнынан атып тұрды. Сен кімсің өзі, деді ол. Менімен осылай сөйлесетін. Ол бір қадам жасады. Ескі әдет. Бірақ бұл жолы мен шегінбедім. Бір қадам жақындасаң, дедім тыныш қана. Ертең полиция тағы келеді. Бұл жолы жалғыз емес. Ол тоқтады. Ол алғаш рет тоқтады. Енемнің дауысы дірілдеді. Біз не істейміз енді? Мен кетемін, дедім, бүгін. Қайда, деді күйеуім. Тірі қалатын жерге, дедім. Мен бөлмеме кіріп заттарымды жинай бастадым. Бұл жолы жасырын емес, ашық. Әр көйлекті алған сайын, мен бұл үйден бір жүгімді алып бара жатқандай болдым. Сәлима апа есік алдында күтіп тұра екен. Дайынсың ба, деді. Мен басымды изедім. Қайынағам соңынан шықты. Сен бұл үшін өкінесің, деді. Мен бұрылып қарадым. Мен тек үнсіз жүргеніме өкінемін, дедім. Сол түні мен бұл үйден шықтым. Артымда айқай да, жылау да қалмады. Тек шындық қалды. Бірақ мен бір нәрсені білдім. Ол мұнымен тоқтамайды. Алда қашу ғана емес, соңғы бетпе-бет бар еді. Түн қараңғы еді, ауыл ұйқыда. Бірақ менің ішімде ұйқы жоқ, тек сергек үрей бар. Сәлима апаның ескі көлігі ақырым қозғалды. Дөңгелек астындағы тас сықырлаған сайын жүрегім шымете түседі. Естіп қояма деген ой маза бермейді. Қорықпа, деді Сәлима апа. Қазір бастысы алыстау. Мен артқа қарадым. Үй көрінбейді. Бірақ ол үйдің көлеңкесі менімен бірге келе жатқандай. Ұрған қол емес, сол үйде қалған қорқыныш жабысып алған.
Біз аудан орталығына қарай бет алдық. Ол жақта уақытша паналайтын орын барын айтты. Әйелдерге арналған. Бұрын ондай жер барын білмеппін де. Бәлкім, білгім келмеген шығар. Жолда телефон шыр етті. Белгісіз нөмір. Жүрегім суып кетті. Алма, деді Сәлима апа. Алма. Мен алмадым. Бірақ екінші рет, үшінші рет. Ақыры тоқтады. Бірақ артынан хабарлама келді. Қашсаң да табам. Бұл әлі бітпеді. Бұл оның тілі. Қысқа, қатал, өзіне сенімді. Ол қорқытып отыр, деді Сәлима апа. Бұл әлсіздің белгісі. Бірақ әлсіз адамның да қолында күш болады. Сол ой мені дір еткізді. Паналау орны ескі ғимарат екен. Сырты қарапайым. Ішінде тыныштық. Қабырғаға сүйеніп отырған әйелдер. Бірінің көзі ісінген, бірінің қолы таңулы. Мен олардың қасына отырып, алғаш рет жалғыз еместігімді сездім. Жана келгенсің бе? Деді бір әйел. Мен басымды изедім. Мен де солай келгенмін, деді ол. Соңғы рет деп жүріп, соңғысына жетпей қаштым. Бұл жердің уақыты басқаша өтеді екен. Мұнда сағат соқпайды, жара сөйлейді. Әр әйелдің әңгімесі бір үнсіз айқай. Түнде ұйықтай алмадым. Әр дыбыс есік ашылғандай. Әр көлеңке оның бейнесіндей. Қашқан денем тыныштық тапқанмен, санам әлі сол үйде қалған. Таңертең әлеуметтік қызметкер келді. Сұрақ қойды. Қағаз толтырды. Сотқа дайын болу керек, деді. Бұл оңай емес. Оңай емес екенін мен онсыз да білетінмін. Түске қарай тағы хабарлама келді. Бұл жолы күйеуімнен. Кел, бәрін реттейік. Ағам ашумен істеген. Мен экранға ұзақ қарадым. Бір кездері бұл адам менің қорғаным болу керек еді. Енді ол, өткен өмірдің үнсіз бөлігі. Мен жауап жазбадым. Кешке Сәлима апа маған бір жаңалық айтты. Ол сенің кеткеніңді жаман қабылдапты, деді. Ашулы, іздестіріп жүр. Сол түні мен алғаш рет шым қорықтым. Бірақ бұл жолы қорқыныш мені тоқтатпады. Ол мені шырата түсті. Айнаға қарадым. Көзім өзгерген. Бұрын жылап тұратын көз емес. Бұл тірі қалуға бел буған көз. Мен өз-өзіме сыбырлап айттым. Қашу соң емес. Бұл бастамасы. Алда сот бар. Алда бетпе-бет келу бар. Алда соңғы сөзімді айту бар. Сот ғимаратының іші салқын екен. Бұл салқындық ауада емес, адамдардың көзқарасында. Мұнда ешкім жыламайды, ешкім айқайламайды. Мұнда бәрі дәлелмен сөйлейді. Ал менің өмірім дәл осы жерге сыйып кетуі керек. Отырғышта қолымды айқастырып отырмын. Қолым дірілдемесін деп қатты қысамын. Алдымда судья, қасында хатшы. Қарсы бетте ол. Қайынағам. Ол маған қарамайды. Бұрынғыдай мені езгісі келмейді. Қазір ол өзін қорғайтын адам кейпінде. Үстінде таза киім, беті салмақты. Бөтен адам көрсе, тәрбиелі, салмақты еркек дер еді. Мен оның бұл түрін бұрында көргенмін, қонақ келгенде. Адамдар барда. Жәбірленуші сөз алады, деді судья. Сол сәтте жүрегім дүрсілдеп кетті. Жәбірленуші деген сөз менің атымның орнына айтылды. Бірақ мен өзімді жәбірленуші емес, тірі қалған адам ретінде сезіндім. Мен орнымнан тұрдым. Алғашқы сөз аузымнан қиын шықты. Тамақ құрғап кеткен. Бірақ бір ауыз шыққан соң тоқтату мүмкін болмады. Мен бұл үйге келін болып түстім, дедім. Қорқып емес, үмітпен. Судья басын изеді. Ал ол енді маған қарады. Алғашқы соққы бір рет деп ойладым, дедім. Кейін үйреншіктіге айналды. Күнде. Себепсіз. Айғайсыз. Бірақ ауыр. Залда тыныштық. Біреу жөтелді, біреу орнында қозғалды. Мен үндемедім. Себебі маған сабыр, ят, ертең дедім. Бірақ ертең келмеді. Осы кезде оның адвокаты қозғала бастады. Қарсылық, деді. Субъективті сезімдер. Судья маған қарады. Дәлеліңіз бар ма? Мен басынды изедім. Бар. Экран қосылды. Бейне жазба. Мен өзімді сырттан көрдім. Қорқып тұрған, бірақ үнсіз емес әйелді. Ал оны ашулы, үстем, тоқтатуға келмейтін адамды. Ол көзін төмен салды. Сәлима апа мен Гүлзира куәлік берді. Әр сөз менің айтқанымның жалғасы сияқты. Бір сценарий, бір адам, әр түрлі әйел. Күйеуім де шақырылды. Ол ұзақ үндемеді. Мен
Білетінмін, деді ақыры. Бірақ қарсы шыға алмадым. Бұл сөз мені ауыртты. Бірақ енді кеш еді. Сот үзіліс жариялады. Мен дәлізге шықтым. Терезеден сыртқа қарадым. Адамдар жүріп жатыр. Біреулер күліп жүр. Біреулер асығып барады. Ал менің өмірім дәл қазір шешілмек. Ол да дәлізге шықты. Қасында күзет бар. Бірақ ол маған сыбырлап үлгерді. Сен бәрібір ұтылмайсың деп ойлама. Мен оған қарадым. Қорқымышсыз. Мен қазірдің өзінде ұттым дедім. Себебі тірімін. Судьяның дауысы залды қайта толтырды. Шешім жарияланады. Мен орнымда тұрдым. Қолым дірілдеп тұр. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, босап келе жатқан ауырлықтан. Үкім ауыр болды. Бірден бәрі бітпейді. Бірақ ең бастысы, ол енді маған жақындай алмайды. Заң жүзінде, адамдар алдында. Сот залынан шыққанда мен терең дем алдым. Күн жарық екен, аспан ашық екен. Мен жыладым. Бірақ бұл жолы әлсіздіктен емес. Алда бір ғана нәрсе қалды. Соңғы шешім. Соттан шыққан күн менің екінші туған күнім болды. Бұл сөзді біреу айтса сенбес едім. Бірақ сол сәтте менің ішімде бір нәрсе анық үзілді. Үрейдің жібі. Ол мені жылдар бойы байлап тұрған. Ал енді бос. Паналау орнына қайта оралдым. Бұл жолы есіктен кіргенде иығым салбырап тұрған жоқ. Демім еркін. Әр қадамым өзімдікі сияқты. Бұрынғыдай біреу көріп қоя ма деген ой жоқ. Мұнда мені ешкім айыптамайды. Мұнда әркім өз жарасын арқалап жүр. Әлеуметтік қызметкер құжаттарды реттеді. Қорғау бұйрығы бар деді. Ол жақындай алмайды, байланыса алмайды. Бұл сөздер қағаздағы әріп сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ мен үшін қалқан еді. Күйеуім хабарласты. Ұзақ мәтін. Кешірім. Бәрім қайта бастайық деген сөздер. Мен оқып шықтымда телефонды үстелге қойдым. Жауап жазбадым. Себебі кейбір өмірлер қайта басталмайды. Олар аяқталады. Бір аптадан соң мен шағын бөлмеге көшіп шықтым. Терезесі бар, күн түседі. Таңертең құстардың дауысы естіледі. Бұрын таңды қорқынышпен қарсы алатынмын. Енді тыныштықпен. Жұмыс таптым. Үлкен емес, бірақ өз еңбегім. Бірінші жалақымды алған күні өзіме бір жұп аяқ киім алдым. Ұсақ нәрсе сияқты, бірақ мен үшін өз жолыммен жүрген алғашқы қадам еді. Кейде өткен өмірім түсіме кіреді. Үй, қабырға, дәліздегі ауыр аяқ дыбысы. Мен оянып кетемін. Бірақ бұл жолы бөлмемде жарық бар, есік құлыптаулы. Жанымда ешкім жоқ, қауіп те жоқ. Сәлима апа кейде хабарласады. Қалайсың дейді. Тірімін деймін. Бұл сөздің мағынасы бұрын басқа еді. Енді шын. Гүлзирамен де кездестім. Ол күлімсірейді. Сен айттың деді, біз айта алмағанды. Мен басымды шайқадым. Біз бірге айттық дедім. Бір күні айнаға ұзақ қарадым. Бетімде көгерген із жоқ. Бірақ ең бастысы, көзімде бұрынғы үрей жоқ. Оның орнында берік тыныштық бар. Мен өз-өзіме сыбырлап айттым. Мен аман қалдым. Бұл кек емес еді. Бұл жеміс емес еді. Бұл еркіндік еді. Ал егер біреу бұл әңгімені оқып отырып өз үнін тапса, онда бұл оқиға тек менікі емес. Қаланың шетінде жалғыз пәтерімде отырғанымда, мен өткен өмірімнің әр сәтін ойладым. Ұрылған күндер, енемнің үнсіздігі, күйеуімнің сатқындығы, көршілердің көмеді, бәрі миымда фильм сияқты қайта оралды. Бірақ енді бұл мені қорқыта алмайды. Сәлима апа хабарласты. Саған біреу іздестіріп жатыр деді. Мен тыныш тыныс алдым. Бұрын бұл сөз мені қорқытатын. Енді тек сақтық белгісі. Көзіме бірдеңе түсті. Күнделікті күнде сақтаған журналым. Мен әр күнді жазып жүрдім. Ұрыс, қорқыныш. Бірақ ең бастысы менің реакциям, менің күшім. Сол беттерде менің нағыз күнім жатыр. Алдағы күнім де осы жазуда. Күндіз терезеден күн нұры түсіп, шағын бөлмемнің қабырғаларын жылытады. Мен түскі шайымды ішіп отырып, бұрынғы мені еске аламын. Қорқыныштан дірілдеген, үнсіз, әр соққыны іште жинаған әйел. Қазір мен басқа адаммын. Әлі де жаралар бар. Бірақ олар менің тарихымның белгісі. Менің әлсіздігімде емес. Бірде көшеде бір кішкентай қыз баланы көрдім. Ол ойыншықпен ойнап жүр.
көзінде қорқыныш жоқ. Сол кезде мен ішімде сыбырладым. Міне, менің жаңа өмірім дәл осындай болу керек. Қорқынышсыз, өзімдікі. Соттан кейін Гүлзира мен Сәлима апа мені бірнеше рет қонаққа шақырды. Біз бірге отырып өткенді талқыладық. Біреудің жылауы, біреудің күлкісі, бәрі бір тәжірибеден өтті. Біз тек тірі қалғандар едік. Мен күйеуім туралы ойланып отырдым. Ол қазір де мені іздейді. Бірақ енді мен ештеңе өзгертпеймін. Себебі өткен уақыт өзгермейтін тарих. Ал мен өз жолымды таңдаймын. Күндерінің бірінде мен көшеге шығып, күннің жылылығын сездім. Бұрын үйдегі қорқыныш мені әр бұрышқа сүйретіп, жүрегіме қамау салады. Енді әр демім менің таңдауым. Сол күннен бастап мен жаңа күндерді санай бастадым. Әр таң мен үшін еркіндік, әр түн тыныштық. Жазба журналымдағы әр жазба менің күшімнің куәгері. Мен бұл тарихты ешқашан ұмытпаймын. Бірақ ол мені анықтау емес, менің жаңа өмірімді құруға мүмкіндік берді.